Абай Құнанбайұлы әсемпаз болма әрнеге. Балалар, қазір біз көзімізді жұмайық. Терең дем алып, ақырын шығарамыз. Қазір біз ақын Абай атамыздың айтқанын бірге ойлап көрейік. Көз алдыңа бір әдемі, кең даланы елестетші. Көк шөп, ашық аспан, жүгіріп жүрген балалар. Сен солардың ішіндесің. Бәрі бақытты, көңілді. Неліктен көңілді? Себебі олар жақсы, еңбекқор, достарына көмектесетін балалар. Абай ата айтқан екен: әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалан, сен де бір кірпіш дүниеге, кетігін тапта бар қалан. Жақсы адам болу, еңбекті сүю, досқа көмектесу, нағыз әсемдік осы. Балалар, енді жүрегімізден осындай жылы сөздерді бірге ойлап қайталайық. Мен жақсы баламын. Мен жақсы баламын. Мен достарыма көмектесемін. Мен достарыма көмектесемін. Мен білімді болғым келеді. Мен білімді болғым келеді. Мен Абай атаның айтқанын тыңдаймын. Қанекей бірге? Мен Абай атаның айтқанын тыңдаймын. Мен өз орнымды табамын. Қанекей бірге? Мен өз орнымды табамын. Енді ақырын көзімізді ашайық. Көңілімізде жақсы ойлар қалды. Абай атаның сөзі бізге бағыт берді. Жарайсыңдар балалар.